Халыққа қызмет көрсету түрлері бір мекенжайда орналасқаны қолайлы. Жаңа ғимаратқа көшірілетін қажетті саланың географиясы облыс әкімі Асайын Байхановқа таныстырылды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Облыс орталығында генерал Дүйсенов 80 мекенжайында бірнеше мемлекеттік мекемелер топтастырылмақ. Өңір басшысына ұсынылған концепцияға сай бұнда азаматтарды қабылдау, супер халыққа қызмет көрсету орталығы, мемлекеттік мекемелердің нақты айтсақ жұмыспен қамту, білім, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласының өкілдері 112 мен 109 қызметімен салтанатты неке қию бөлмесі ашылады. Бұған қоса заңгер, психолог, медиатор маманында болады. Жалпы қанша шаршы метр? Вообще 867, да? Бір жаңағы соңға. Да, соның жалпы аудының 867 метр квадрат, ЦПГ-ның бірінші қабатта 930 метр квадрат. Екінші қабатта бар оның үстінде? Оның үстінде екінші қабат бар. Тоқтатыңыз, бірінші қабат бойынша. Мұна Науаның өкілі бар ма? Бар. Сіздер жалпы қазір Луговойда қанша шаршы метр отырсыз? Біз где-то 450 сондай шаршы метрде отырмыз. Жалпы полностью. Бұның айырмашылығы неде болады? Не үшін сіздер орында отырғыларыңыз келеді жалпы? Ол суперсон деген қандай айырмашылығы бар сіздердің қазіргі сонда? Получается, что здесь будет находиться сам центр обслуживания населения, плюс получается дополнительные госорганы. Қағазбастылық пен әкімшілік кедергілерге тап болмау үшін барлығы бір мекенжайда қызмет көрсетеді. Сондай-ақ орталықтың географиясы қолайлы. Ғимарат қаланың әкімшілік орталығына жақын орналасқан. Оған апаратын қоғамдық көліктердің бағыты көп. Қолжетімді бұл бір нұсқа, екіншісі оның жаңағыдай ыңғайлы болу керек та. Жеке тұлғалар осы жерде болсын, мысалы бизнесмендер, инвесторлар үйінде болсын. Қорытындылай келе облыс әкімі бұл мәселеге жауапты тұлғаларға тиімді тұстарын ескере отырып, жұмысты ұйымдастыруды тапсырды. Әйгерім Тоқпанқызы, Ертіс ақпарат.